Саламатсыздар ма оқушылар? Ана тілінің 34-ші сабағына қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар, және де қоңыраушаны міндетті түрде басыңдар, себебі менің сабағым сендерге бірінші болып көрінеді. Сөйлеу әдебі. Бірінші жаттығу: өлеңді тыңда. Сәлем бер. Үлкенді көрсең сәлем бер. Басыңды иіп кідіріп. Әдеппен келіп амандас, жанынан етпей жүгіріп. Есен саулық сұрасып, сәлемдесу салтымыз аман болсын қашанда, ардақтаған халқымыз. Өлеңнің авторы Ұлықбек Есдәулет. Өлең не туралы айтылған, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Өлең адам баласының бір-бірімен сәлемдесуі. Оның ішінде қазақ халқының сәлемдесуі жөнінде және оның ардақ тұтқандығы жөнінде айтқан, балалар. Сонымен қатар, балалар, сендер ата-аналарың бір жаққа қыдырып кеткенде, немесе үйге туыстарың келгенде сәлематсыз ба, немесе ұл балалар ассалаумағалейкум деп амандасамыз, оның барлығы сенің ізеттілігің мен тәрбиелілігіңді көрсетеді. Жарайсыңдар, балалар. Өзің үлкендермен қалай амандасасың? Ол туралы комментарийге жазып кет. Сөйлеу әдебін біліп ал. Үлкенді сыйла, біреудің сөзін бөлме, асықпай, сыпайы сөйлес. Балалар, білесіңдер ме, сөйлеу әдебі үлкен келген кезде оның бірінші сөзін тыңдау және оны міндетті түрде бөлмеу. Себебі ол не айтып тұрғандығын, немесе сенен не сұрап тұрғандығын міндетті түрде біліп ал. Және оған сай жауап бер, және сыпайы сөйлес, рахметіңді айт соңында. Немесе өзің сұрақ қоятын болсаң да дәл солай жаса. Екінші жаттығу: мақалды көркем жаз. Әдептілік белгісі иіліп сәлем бергені. Қазақ халқының мақал мәтелдерінің бірі. Әдептіліктің белгісі адамның сәлем бергені, үлкеннің алдын кеспегені деген мағынаны білдіреді. Үшінші жаттығу: жаңа кездескен адамдармен қалай амандасасың? Танысқан кезде қандай сөздерді қолданасың? Амандасу түрлерінің қайсысы дұрыс? Балалар, ендеше бірінші жаңа кездескен адамдармен қалай амандасасыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Саламатсыз ба деп амандасамыз, Танысқан кезде қандай сөздерді қолданасың? Мысалы, үлкен кісі тұрна жерде, ағай дейік. Ағай, саламатсыз ба деп қолыңды берсең болады. Екінші, достарың болса сәлем, қалың қалай дейсің. Үлкендер болатын болса, қол беріп амандасасың. Амандасу инабаттылық пен әдепке қатысты қатынас формасы. Байырғы қазақ дәстүрі амандасулардың әлеуметтік тегінен, байлығынан және өмірдегі алатын орнынан белгі беретін болған. Сондықтан әрқашан бөтен кісі болсын, жаңа танысқан болсын, туыстарың болсын, кішіпейілдік пен сыпайылық танытып, саламатсыз ба деп амандасқан жөн. Сау болыңдар, балалар. Менің